Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен жаз мезгілінде күн көзі қатты шыққан кезде беттегі қара дақтардың көбейіп кетпеуіне арналған масканың рецептімен бөлісетін боламын. Ол масканың жасалу жолы өте оңай және де екі ғана ингредиенттен тұрады. Егер де сіз осындай тағы басқа да пайдалы рецепттер мен ақпарат алғыңыз келсе, ең алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіз және лайк қойып кетіңіз. Сол кезде жаңадан салынған видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал видеоны толығырақ аяғына дейін қарайтын болсаңыз, арасындарда лайфхактармен бөлісіп отырамын. Сіздің маған деген сұрақтарыңыз болса, комментария бөліміне жаза кетіңіздер, жауабын міндетті түрде беретін боламын. Ал ол не маска екенін енді білейік. Ең алдымен сіздер біле жүргендеріңіз жөн, қара дақ дегенді түбегейлі кетіру мүмкін емес. Себебі қара дақ ол біздің ішкі ағзамыздың дұрыс жұмыс жасамауынан біріншіден солай бөлінеді, екіншіден жаз мезгілінде күн көзінің қатты түсуінен қара дақтарымыз үлкейіп, және түсі анық бола бастайды. Сол себепті міндетті түрде далаға шығатын алдында SPF плюс 50 деген кремді міндетті түрде қалың қылып жағып жүру керек. Сол кезде ол бетіңізді қара дақтардан жақсы қорғайтын болады. Және де үй жағдайында жасалынатын маскалар қара дағымыздың көбейіп кетпеуіне жақсы септігін тигізеді, бірақ ол оны емдеп жоқ қылмайды. Соны сіздер шатастырып алмаңыздар. Ал біздің маскамызға қара дағымыздың көбейіп кетпеуіне керекті пайдалы ингредиенттер ол бізде шалғам, яғни барлығыңызға белгілі редиска. Редисканы көбісі біледі, емдік жолы үшін пайдаланады, яғни мына тамырлары жөтелден жақсы құтқарады. Яғни сіз осы жаңағы шалғамның тамырынан дәрі жасайтын болсаңыз, жөтелді тез кетіреді. Және де одан бөлек бұны косметологтар баяғы заманнан бері уже біледі. Бетке де беретін әсері өте көп. Себебі құрамында қышқыл мен дәрумендер өте көп. Осы дәрумендердің арқасында бетіміздегі қара дақтардан құтылуға болады. Ал екінші ингредиент ол бізде картоп крахмалы, не болмаса жүгері крахмалы. Өзіңізге қайсы ыңғайлы, соны пайдаланасыз. Негізі үй жағдайында маска жасайтын кісілердің көбісі біледі, осы крахмалдар, яғни жүгері не болмаса картоп крахмалы, бетті ағартуға, беттің түсін қалпына келтіруге, реңін қалпына келтіруге крахмалды қосатын болсаңыздар, жақсы септігін тигізеді. Себебі құрамындағы дәрумендер біздің бетімізде әйел азаматтарында көбінде жеткіліксіз келеді. Сол себепті бізге ең ыңғайлы, ең жақсы әсер беретін осы крахмал. Осы екі ингредиентті қосып маска жасап алуға болады. Ал егер сіздің бетіңіз сезімтал болатын болса, сізге лимон қосуға болмайды, не болмаса аллергияңыз бар болса қосуға болмайды. Ал егер сіздің бетіңіздің қалыңдығы жақсы және ондай қатты сезімтал болмаса, аллергиялық ауруларға шалдықпайтын болсаңыз, онда кішкене лимон қышқылын қосып жіберсеңіз, жаңағы жүгері крахмалымен әсері екеселенеді, яғни реакция өте жақсы, тез жылдам жұмыс жасайтын болады. Бірақ байқаңыздар, аллергиясы бар, беті өте сезімтал адамдарға үй жағдайында маска жасаған кезде бал, яғни мед, лимон, осындай заттардан өте сақ болу қажет. Ең алдымен осындай маскаларды жасайтын кезде шынтақтың осы бөлігіне жағып 10-15 минут күтіңіз. Егер де қызып, қышу болмаса, сол кезде ғана бетке жағуға болады. Не болмаса бетіңізге ожог дейді ғой, яғни күйдіріп алуыңыз мүмкін. Одан кейін оны қалпына келтіру өте қиын болады. Ал енді шалғаймен маска жасауды үйретейін. Жасалу жолы өте оңай, аз уақытыңызды алады. Жасап қойсаңыз, тоңазытқышта 1-2 аптаға дейін ұстауға болады. Яғни өзіңізге керек кезінде аптасына 2-3 рет жасап отырасыздар. Және де осы маска лифтинг эффект жасайды, яғни бетіңізді тартып, кішкене бетіңіздің салбырамауына жақсы әсер беретін болады. Шалғай, яғни редкамызды қабығын ашымай, осы күй
күйінде өткізгіштің майда жүзінен өткізіп алуымыз қажет. Ал редискамызды, яғни шалғайымызды өткізгіштің майда жүзінен өткізіп алдық. Енді марляға салып, суын сығып алуымыз қажет. Сіздерге тағы да бір пайдалы лайфхак. Негізінде шалғайдың иммунитетін жақсы көтеретін септігі тиеді. Одан бөлек тұмаудың алдын алады. Одан бөлек ең маңызды әйел адамзатын жаңағы цикл дейді ғой, яғни ай сайын келетін менструация кезінде ауруын бәсеңдетеді. Яғни қатты ауыратын кісілерге осы көкөністі жейтін болса, жақсы как обезбаливающий ретінде көмектесетін болады. Сол себепті жаз мезгілінде қазір олардың ең көп жаңағы дәруменді бөлініп пісіп жатқан кезінде міндетті түрде көбірек жеңіздер. Өте пайдалы, ешқандай зияны жоқ. Тек қана егер сіздің ағзаңызда темірдің құрамы өте көп болса, кішкене байқаңыздар. Осы біздің шалғай әйел адамымыз ағзасына пайдасы өте көп. Егер де сіз шалғайды, яғни осы редисканы көп жейтін болсаңыз, әсіресе үлкен жастағы әйелдер жаңағы цикл тоқтайды ғой, сол кезде менопауза кезінде менопауза несіне тезірек жетпеудің жолын жасайды, яғни кішкене ұлғайтады. Сол себепті міндетті түрде әйел адамзаты жеу керек. Және де сіз жүктілікті жоспарлап жүрген болсаңыз, сізге жақсы пайдасын тигізеді. Қысқа айтқанда, осы шалғайымызды, яғни редискамызды әйел адамзаты жиі жеп жүру қажет. Ал міне суын әбден сығып алдық. Жаңағы шалғайымыздың суына енді жүгері не болмаса картоп крахмалын бір ас қасық қосамыз. Енді екеуін жақсылап араластырып, отта кішкене 5-3 минут қайнатамыз. Сол кезде біздің осы құрамы кішкене қоюланады. Қатты қою болып кетпесін байқаңыздар. Ал біздің маскамыз дайын, оның құрамы осылай жағуға ыңғайлы қоюланып шығады. Мен көп мөлшерде жасаған жоқпын, себебі мен алдын ала өзіме жасап қойғанмын. Ол маған жетеді. Бұл сіздерге көрсету үшін аз мөлшерде жасап отырмын. Егер сізде көбірек керек болса, жаңағы редискаңыз яғни шалғайыңыздың санын көбірек және жүгері крахмалынан 2 ас қасық қоссаңыз болады. Және де мен осындай арнайы қақпағы бар банкаларда ұстаймын, тоңазытқышта ештеме болмас үшін. Осындай кішкентай банкаларды Зетта дүкендерінен көлеміне қарай 400, 500, 600 теңгеге сатып аламын. Осылай банкаға салып сақтаймын. Ал осы дайын болған маскамызды мен арнайы осындай кисточкамен бетіме жағып шығамын. Мен көбінде маскаларды аптасына 2 немесе 3 рет жатар алдында жарты сағат бұрын жасап аламын. Бетіңізді жақсылап жуып аласыз. Мен бетімді жуып тазартып алдым, тек қана кірпігім ғана боялған. Осылай таза бетке кисточкамен бетіңізге жағып маска жасап шығасыз. Ол бетте көрінбейді. Ол кішкене мынандай прозрачный дейді ғой, яғни көрінбейтін маска болып тұрады. Жарты сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіп, артынан өзіңіздің жақсы көретін креміңіз не болмаса майыңызды жағып қоясыз. Жасап көріңіз, сізге сәттілік.